Сәлем достар. Сәлем. Бүгін өте қызықты видео түсіреміз, а? Уже қараңғы болды. Сол үшін біз үйді де қараңғы қылып, тығылмаша ойнаймыз. Кім санайтынын біліп алайық. Кім санайды? Балдар, Апикош санайын деп сендер тығылыңдар, я? Бірінші сетті өшіріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кеттік, іздейміз. Балдар, өте қызықты видео болайын деп тұр. Бүкіл жер қараңғы, олардың көздері түк көрмейді. Мен тек бір фонармен ғана жүрмін ғой. Оларда фонар да жоқ. Қазір оларды тауып аламыз, я? Аға, қайдасыңдар сендер? Достар, қараңдар. Қап-қараңғы, қорқынышты болып тұр. Бұларды тауып алуда екен. Піс деп кімді? Екеуі ма жерге тауылғандар қайда? Енді Бекош табамыз, София табамыз. Жүр кеттік, аны кухняны көріп қайтамыз, Апи. Давай кладовканы көрейік та. Көрейік па? Кладовканы көрейік, қане? Кладовкада ешкім жоқ. Жоқ, міне астарын көрсей. Жоқ, мұнда манекен. Анда компьютер. Кеттік, Альфияш. Альфия, енді кеттік. Кухняны іздеп келейік. Жүр. Ваннаны көрейік те. Жоқ, мұнда ешкім. Жүр. Кухняны көрейік. Светті жағуға болмайды, я? Кухняда ешкім жоқ. Жүр, кеттік. Жүр, Апи. Ена есіктер жоқ қой, қаты біреулер жүгіп кіріп кетпесін. Қайда? Ағалар, қайда? Альфия мен, Софико мен кім қайда? София мен Бегнұр қайда? Терезе алдында емес пе? Жоқ, мұнда шторын арқасында емес пе? Жоқ, мұнда да жоқ. Қайда енді? Тоқтаңдар, мен қорқам бір өзім. Мен қорқам бір өзім. Тастап кетпеңдер. Қайда енді? Кроваттың астында ма? Афи, қайда енді ағалар? Давай кроваттың арқасын көрейік, балконды көрейік. Кроваттың арқасында только. Жоқ. Альфия? Кроваттың арқасында не бар екен? Мынау деген Апикош? Беканы аяғы ма? Беканы таптық. Бека. Енді Софияны табамыз. Давай, Апико, балконды көрейік екеміз. Балконды көрейік. Жоқ, балконда тоже жоқ. Перденің шторының арқасында жоқ пеке? Жоқ балконда. Жүр кеттік, қызым. Жоқ. Я, екінші этажымыз? Может, бір көрпешелердің астында біреулер мініп алды ма еке? Ешкімді көрейік. Мен білесің. Кім? София ма? Жоқ па? София, сен осы жерде отырсың ба манадан бері? Сен осында. Енді Нұрислам табамыз. Апикош кеттік. Балдар, сендер подсказка бермеңдер. Апикош өзі табады. Я, Апико? Мен. Мына жайда жоқ. Нұрислам, қайдасың?
таптым вроде Нұрислам. Мына астында. Ой, жоқ қой, мындай жоқ. Столдың астын көрдің бе? тоқтасын дауысы баняны көрдіңдер ма? Баняны көрдім. Қане дұрыстап көрейін бе? Көрдім мен. Перденің арқасында көрдім, кладовканы да көрдім. Туалетті де Бар жерді көрдік қой. Мажайда ана кладовкадан мәшітті барадық. Тоқты. Қайдан да шығады? Қай жақта бар? Тоқтады. Анан чешінде жатыр беру. Құмаш, ол жақта ешкім сыймайды. Жаңа кім жатты ғой? Қаршында беру жатыр. Жатқан жоқ па? Мен жаттым. Бана? Жоқ, ойыншықтарын да жинап қойған. Шық. Апикош, Нұрислам қайда енді? Мынан астында не бар? Көлікті. Қараңдар, мынандай кішкене жеңіл сыйып кеткен ғой. Мына қара міне, достар. Мынау деген бір-ақ қарыс қой. Мына жерге қалай сыйып кеттің? Енді мен тұқылам. Иә, қазір сен тығыласың, бірінші ағаң шықсын. Шыға ала ма? Кімнен бірден? Қалай кірдің енді, шыға аласың ба? Масқара, шыға алмай қалма енді. Құдай не? Нең бар астына кіріп? Ойбай, достар, бұл Нұрислам деген 6-шы сынып қой. 6 ма, 7 ма? 7-ге даже оқиды. Мына да құттай ғана жерге кіріп кеткен шыққан сияқты. Ужас. Осы балдардың ішінде ең үлкені Нұрислам ғой. Кроваттың кіттай жеріне кіріп кеткеніне қарасай. Біздер бұны таппайтын ек қой. Мен ашын түсіре салғам ғой. Мә, Нұрислам сен деген капец. Ешкім ойламаған ана жерге кіреді деп. Жарышмайды ғой жерге. Сен қалай сүйіп кеттің? Балдар, сендер де Апикош тауып алды ғой. Давайте Апикошқа шапалақтаймыз. Молодец, Апикош. Өзі кішкентай болса да тауып алды. Енді Апикош не айтамыз? Достар, каналға тіркеліп, Лайк басып комментарийға жазыңдар.